Достар сәлем, жаңа жылдық дастарханға өте әдемі көрінетін тіске баса жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге алдымен слоеный бездрожжевое тесто қажет болады. Мен магазиннен сатып алдым. Осыны оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды өте жұқа қылып жемеуге тырысайық. Тестамызды төрт бұрышты формада бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Кесіп қойған қамырымызды осылай пергамент қағазға қойып, жұмыртқа жағып, кунжут немесе мак сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай әдемі қызарып шықты. Пеште қатты ұстап қоймаңыздар. Енді кез келген начинканы салып, әдемі тіске баса жасайтын боламыз. Мен алдымен көк шөп, қияр, ірімшік, колбаса, одан кейін бетін жауып, шпажкамен әсемдедім. Осындай керемет болып шықты. Дастархан көркін ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк пен пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.